Мұхтар Әуезов қараш-қараш оқиғасының үзіндісі. Сәнмен шапшаң сөйлеп ызалана түсті. Ұры демесем, ұрыдан құр да емессің. Бақтыгүл алғашқы бетінен қайтпады. Ендеше тауып ал сол ұрыны да, қырыны да. Бұдан әрі екеуі қырын отырысып, қатқыл-сатқыл үндермен, қияс түспен егесе қарасып, жылдам жауаптасып кетті. Мен тауып отырмын, ол сенсің. Кім айтты деп солай дейсің, айтушы бар деп солай деймін. Алып кел айтушыңды, мойныма салсын. Атты алысқа айдамақсың ғой. Мені сорғалаған қан, сорқықтаған із әкеліп отыр. Сен алдың малымды. Кешегі қолында өскен Бақтыгүлден. Бәсе, қолында өссең, мынауың қай сұмдығың? Жалаң не? Сен маған қастық етіп отырсың. Мен не қылған адам едім саған? Бақтыгүл енді жалтармай шынға қарай ауысқысы келді. Не қылып ем, немді алып едім сонда? Немді алмадың, жанымды да алғансың. Жар дегенде жалғыз қанатым тектіммен өлтірмеп пе едің? Солай де, ендеше құныкерін екенмін ғой. Бәсе, құныкерін екенімді аузына Құдай салып отырған шығар. Сенің соққына жығылып, 6 ай қыз, 20 жыл босағанда шіріген сол Тектіғұлға тым құрса қатқан тоқты қалжа бердің бе? Санай түс ендеше. Тағы бар болар менен алмағын. Тегі малымның қақ жартысы сенікі. Қалжыраған қара мойын құл. Қалай тантыйсың? Жіңішкерген аурумен Құдай алған інімді әкеткен ажал мен деп пен? Санаттың ба? Ендеше 16 жасынан 36 жасыма дейін, былтырғы күзге дейін 20 жылдың қысында қар төсеніп, мұз жастанып, жаз жалғыз түн тыным көрмей күзетінде өзім өттім. Қозы мен қойының соңында, қораның шетінде түні бойы көз ілдірмей 20 жыл бойы інім Тектіғұл өтті. 12 жыл бойында мынау әйелім Қатша шешеннің, қызыл бәйбішенің қолында сарала етек күн болып, отынмен кіріп, күлімен шықты. Сол бәріміз кеше қасынан кеткенде немен шықтық? Екі қолымызды мұрнымызға тығып қайтқанымыз жоқ па? Сәлмен шытынап, жарлардай сыздап отыр еді. Мынау сөздер бетке соққан қамшыдай шабақтады. Өзін сөйтіп айыпкер де құныкер де мен болғандықтан тілінмен осылай безеп, қолында осылай жұмсап отыр екенсің ғой. Сен не дедің осы? Дауынды да айтып, өкіміңді де айттың ғой. Тіліңмен сөгіп, қолыңмен қылып отырсың ғой қыласыңды. Енді отағыңды қысқарт, сал малымды қазір орнына.